Alhamdulillahi Rabbil Alamin, вассалату вассаламу аля расулина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Әмма ба'д, ассаламу алейкум құрметті көрермен. Бүгінгі біздің өте маңызды тақырыпты қозғамақшымыз, ол әрине білім жайында. Адамның дәрежесін көтеретінде, жүрегін тірілтетінде ол әрине білім. Мал дүние бәлки адамды көтеруі мүмкін, уақытша. Ал бірақ білім ол осы дүниеде де, ақыретте де көтеретін нәрсе. Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассаламның хадисінде былай дейді: "Толаба илм фаридатун аля кулли муслим" дейді. Білімді талап ету ол барлық мұсылмандарға міндет дейді. Яғни бұл барлық мұсылмандар деп ер азаматы мен әйел азаматына да қатысты дүние. Ибн Аббасқа Басрадан келген бір кісі кеп былай деп сұрақ қойды: "Дүние артық па, әлде білім артық па?" деп сұрайды. Сонда Ибн Аббас білім артық дейді. Әлгі жолаушы Ибн Аббастан сұрайды: "Неге сен дүниені артық демедің, білімді артық дедің? Оны қалай дәлелдейсің?" деген кезде, білім бұл пайғамбарлардың мирасы дейді. Ал дүние бұл перғауындардың мирасы деп түсіндірген екен. Бұл жердегі айтып отқан нәрсесінде дүниені жұмсасаң, не оны тапсаң, әрине ол нәрседен сұраласың дейді. Ал білімді оны жұмсасаң, оны алсаң да Алла тағала сауап береді дейді. Міне сондықтан да пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассаламның хадисінде айтқандай, кімде-кім ілім ізденуге шығатын болса, онда ол адамның жәннатқа апарар жолын Алла тағала жеңілдетеді деген. Расымен де ілім талап етушінің бойынан табылу керек мынандай бір қасиеттер. Яғни бірінші нәрсе бұл әрине сабырлық екен. Ілім талап етушінің бойында сабырлық болмаса, әрине оған ілім кіру, ілім алу әрине оңай соқпайды. Мұса пайғамбар мен Қыдыр алейхиссаламның оқиғасын есіге түсірсек, осы оқиға адамға үлкен бір сабақ, үлкен бір ғибрат болады. Өйткені ілім талап етіп жүрген кезде түрлі Алла тағала адамға сынақ жібереді. Оны дүниемен сынайды, денсаулықпен сынайды, бірақ осының қайсысына төтеп берер екен деген Құдайдың жіберген сынағы екен. Міне дәл сол секілді өмірлік сынақта Мұса алейхиссалам мен Қыдыр алейхиссаламның оқиғасы былай деп баяндалады. Бұл екеуінің арасындағы ілім жолы жалпы айтқан кезде сабырлықтан тұрды. Мұса алейхиссалам осы ілім жолында сабыр ете алмағандықтан сол үшінші кезеңнен қайтқан болатын. Бірінші кезең бұл әрине қайыққа отырған кезде Қыдыр алейхиссаламның сол қайықты тесуі. Сол кезде Мұса алейхиссаламға сабырлық танып деген кезде сабырлық танытпағандығы үшін ол кері қайтуды ұсынады. Кейінгі кезеңдерде мен сабырлық танытқан адамдардың, мұсылмандардың қатарынан боламын деп оған уәде етеді. Екінші кезеңде ойнап жүрген кішкентай баланы өлтірген кезінде ол тағы да сабырсыздық танытады. Тағы да қайтайық деген кезде болды, мен міндетті түрде осы жолы сабырлық танытамын дейді. Үшінші кезеңде әрине бұл дуалды көтеріп, құлайын деп жатқан дуалды қайта көтеріп, оны қайтадан бұзған кезінде тағы да сабырсыздық танытқандығы үшін осы жолдан біздің осы кезеңнен бастап жолымыз екіге бөлінеді деп солай шығарып салған екен. Міне қарап отырсақ, ілім талап етушінің бойынан болу керек ең бірінші нәрсе бұл әрине сабырлық екен, құрметті ағайын. Сол үшін де ілім талап етушінің бойында осы сабырлық қасиеті болса, ол әрине пайдалы ілім алуға жетеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның хадисінде де айтады: адам баласы дүниеден өткен кезінде оның үш амалы қалады деген. Ол әрине біріншісі әуе садақатен жария дейді, яғни жария садақа, сауабы үзілмейтін амал. Екінші нәрсе бұл уәладин солихин яду лаху, артынан дұға жасап отыратын салихалы ұрпақ. Ал үшіншісі бұл әу илмин юнтафах бих дейді. Тіпті адам дүниеден өткен кезінде ол адам артынан білім қалдырса, яғни осы дүниеде ол ілім ізденіп, білім алып, сол білімнің кеңінен жайып, кейінірек дүниеден өткен болса, оның ілімі кейінгі шәкірттері пайдаланған болса, онымен сусынданған болса, онда ол сауап жалғаса береді екен. Әз-Жәнібек бір күні өзінің барлық уәзірлерін, би-шешендерін жинай бастайды өзінің құзырында. Сонда Әз-Жәнібек өзінің би-шешендеріне мынандай сұрақ қояды: бұл дүниеде не өлмейді деп сұрайды. Сонда Әз-Жәнібектің 40 би-шешендері ортаға салып, ақылдасып, арасынан біреу атып тұрып, бұл дүниеде дейді асқар тау өлмейді, жер өлмейді, аған су өлмейді деп айтады.
Сонда осының арасынан жиреншен ол да тұрып, бұл дүниеде дейді барлық нәрсе өледі дейді, тек бір-ақ нәрсе өлмейді дейді. Асқар таудың өлгені үстін бұлттың басқаны дейді. Мынау жердің өлгені жердің бетін қардың басқаны дейді. Бұл дүниеде не өлмейді десе, бұл дүниеде ғалымның хаты өлмейді деген екен. Расымен де бұл дүниеде ғалымның хаты ешқашан өшпейді екен, сөнбейді екен. Себебі санау ғасырлар бойы келе жатқан Абай Құнанбай ұлы атамыздың, не болмаса басқа да Ыбырай Алтынсарин есімді аталарымыздың қалдырған еңбектері бар. Олар осы күнге дейін жаңартылуда, осы күнге дейін олар жарыққа шығуда. Сондықтан да құрметті ағайын, баршамызға сонда салиқалы ұрпақтарды нәсіп етсін, баршамызға осындай пайдалы білімді нәсіп етсін. Уа ахиру дa'вана алхамдулиллахи rabbil alamin.